осы көлікті алатын кезде менде бір запрос болды. Аяқ астынан сол кезде жап-жаңа көлік айдап жүрдім, сосын менде запрос пайда болды. Ол кезде артқы камера ғана бар. Я хотела вот такой 360. Жан-жағын бәрін көріп. Обзор сұрайтындарыңызды біліп, алдын ала түсіріп қойдық. Бір шетінен мынаны көрмесе, мынандай функцияларды білмеу, насмотренностарыңызға енді менің тигізген зияным болатын еді десең да. Шынымен күшті насмотренность осындай функциялардың бар екенін біліп, миларыңызға салып, өздеріңіздің мақсаттарыңызға жазып қойсаңыздар болады. Комфорт өйткені мида жоқ нәрсе өмірде болмайды. Мына көлікте бірінші кезекте айтатын нәрсе, пуш деген нәрсе жоқ мынада. Пуш, яғни басатын нәрсе жоқ. Отырасың, тормозды бассаң, бірден машина от ала береді. Мына жерде бұл гибрид, бұл жерде бензин да бар, электро да бар, екеуімен жүре береді. Мына жерден бәрі ауыса береді. Келесі маған қатты ұнаған функциялардың бірі. Бұл жерде массаж бар, екі түрлі функцияда, уже кетті массаж. Екінші нәрсе, мұнан қараңыздар, мына вообще любовь мен мынандай запросымда даже болған жоқ, запросымнан Алла тағала асырып беріп тұрған. Мына жерде встроенный ароматизатор. Пионның иісін қалайсың ба, свежий бамбуктың иісін қалайсың ба. Мынау да өте приятный, сондай водяной туман дейді, күшті иісі әдемі екен. Менің болған запростарымның ішіндегі ең басты дүниелердің бірі ол пневма подвеска болатын. Мына машина на пневме подвески деп айтады. Я пневма деген ол нәрсе кәдімгі машина көтеріледі, түседі, соның әсерінен өте жұмсақ қайық сияқты жүреді. Скорость салатын жерлердің барлығы мінекей мына жерде. Д-ға, Р-ға салатын жерлер осы жерде. Парковкадан баса саласын. Мына машина өзі парковкаға қоя алады. Басасын, өзі парковкаға қояды. Мына жерде тағы да бір өте ыңғайлысы, навигатор, приложениялардың барлығы телефоннан қосып отырмайсың, өзінде тұр. Қараңыздар, даже кино көре бересің. Кинопоисктан. Және ең күштісі, мына жерде екі панель. Мысалы, мен мына жақтан кино көріп отырсам, мына жақтан мен Яндекс навигаторды қосып қоя аламын. Қазір бір жерге келіп кішкене күтіп отырмын, соны пайдаланып, сіздердің күтіп отқандарыңызды білем, обзорды жалғастырып салатын боламын. Мына машинада айтайын ба, от чего еще кайфую. Мен бұрындары ылғи терезені ашық тастап кететінмін, күйеуім ылғи артынан қарап жүретін ғой, жауып жүретін, соны айтып жүретін. Соңғы осы предпоследний машинамды алған кезде оған терезені жаппайсың, түсіп машина қоттанғаннан кейін сәлден кейін терезе өзі жабылатын да. Но бірақ кнопка басып, кілт қалтаңда тұрады, кнопкасын басып жабатынмын есікті. Ал мынада ол да жоқ. Короче, мына машинаны даже кнопка басып ашпайсың да, құлттамайсың да, от алдырмайсың да, машина терезен бәрі ашық-шашық тұрған күйде просто түсесің да, кете бересің. Кілт өзіңмен бірге алыстаған кезде, мына өзі автоматом жабылады, құлттанады. Жақындаған кезде өзі ашылады, отырған кезде бассаң от алады. Ради. Жақсы, түсіндім. Кездескенше Қайрат мырза. Онда сізді Пекинде күтеміз. Алда. Камера. Мына жерде тағы да бір камера суретке түсіруге болады. Бұл регистрация. Видеорегистратор бұл жерде по умолчанию уже өзінде бар, встроенный. Мына жерде тіпті мені үстіп қараңыздар. Кеңіздер суретке түсеміз на память. Басасында суретке түсесің. Сосын артқы салонды да мінекей бөлек мына жақты да суретке түсіре бересің. Осылай видеоға да түсе береді, суретке де түсе береді. Да бір функциясы. Мына камера бұл сәндік үшін бір тек қана тұрған жоқ. Мына камера ылғи да жанып тұрады. Осылай не үшін? Бұл жүргізушінің бүкіл мимикасының бәрін считывать етіп тұрады. Яғни егер есінесең, телефон шұқылап отырсаң, саған
ескерту жасайды. Есінесең бірден тоқта, демал деген сияқты мына жерде ассистент вождениялар бар ғой, защиталар. Столкновениені қатты жақындаса предупреждение беретін, өзі тормоз беретін функциялары алдыңғы көлігінде де бар еді, бірақ кейде шошытады, кәдімгідей жүрегіңді алады, резко өз тормоз берген кезде шошып кетесің. Соның бәрін усилять етіп, прям мынандай бдительностьті қосып тұрады екен да. Сол үшін на камера ылғи водительді тексеріп қарап отырады екен. Представляете? Камераның тағы да бір күшті функциясы, келесің, көлікке отырасың, сол кезде сені ол кәдімгідей түріңнен бірден Face ID жасайды да, бірден менің настройкаларыма қарай бәрін настраивать ете бастайды. Яғни рульдің положениесі, режим вождения, креслоның қалай жылжып отыруы, мысалға да. Егер де менен басқа водитель отыратын болса, ол заводской әшін настройкада тұра береді, бәрін вручную настраивать етеді. Ал мен отырған кезде мен как люблю, қай ароматты люблю, қай сиденьяның положениесі қалай болу керек, вождение, температура, мен настройка жасап қойған бәрін автоматически под меня настраивать етеді. Так что менен бұрын біреу айдап бәрін ауыстырып кеткен кезде нервім ойнамайды да, кіресің сразу өзің настройкаларың реттеледі. Енді қыздарына орнынан қозғалған кездегі мощностьін айта алмаймын енді. Спорт режимге қойып қозғалған кезде, прямо аттракционда, качеляда отырған кезде, алтыбақын тепкен кезде, жүрген кезде, ұшқан кезде андай бір ощущение болады ғой, как будто бабочки в животе, я. Тура сондай эффект ғой, прям жұлып алып кеткен кезде, ұшқан сияқты кәдімгі. Сондай чувство болады, прям орнынан қозғалғаны мощно ғой. И күшті нәрсесі, қараңыздар, камерасы 360 басқа емес, төбесінен қараңыздар, көріні, машинаның астыңғы жағын, астында қандай яма бар, бір нәрсе бар, или полосаны басып тұрсын ба, басып тұрған жоқсын ба, соған дейін көруге болады. Тағы да бір ыңғайлы нәрсе, мына жерде телефоныңды қойып қоясың, басқа көліктерге қарағанда, менде алдыңғы көлігімде де болды бұндай, бірақ дұрыс зарядтамайтын, мынанікі өте жылдам, тез, күшті, мына жерге қояды екен. Сосын қыздарға ең күшті нәрсе, қыздар, мынаны қараңыздаршы, ниша под сумку, мына жерде сумка қоятын өзінің бөлек несі бар, нишасы бар, өте күшті ұнады. Мына жерде 2 зарядка да бар. USB да бар, и Type-C да бар. Екеуі де бар, сол жақсы екен. Панорамная крыша, люк ашылатыны. Панорамная крыша, люк ашылатыны. Қазір ол көптеген көліктерде бар. Мен бұл көліктің жүрісіне, пневманың жүрісі басқа ощущение. Мүлдем басқа, күшті, отырып көрсеңіздер, басқа көлікке отырғыларыңыз келмей қалады. Кайф. Сосын қараңыздар, мына жақта режимдары бар. Эко режим бар, комфорт режим бар, спорт режим, вылазка деген, осыған қойған кезде көлік, пневма көтереді көлікті. Спортқа қоятын болсам, түсіреді кәдімгідей. Не шықпай қалды? Обзор әлі жалғасып жатыр. Үндемей қарап отырмай, реакцияны тастап отырыңыздар. Бірақ өте көп хат келіп жатыр. Аузымды суағып отырмын, мыналар сізге рекламаға төлеу керек, алғым келіп жатыр, қалай алам деген сұрақтар өте көп. Менің де ниетім әрбір осындай комфортқа, роскошқа қазақтың қыздары қолы жетсе екен, алса екен деген. Сондықтан қыздар, тағы да бір ескеретін нәрсе, осы дүниенде пайдаланып, неше түрлі махинация жасайтын адамдар да көп, мошенниктер да көп, өте абай болыңыздар, заказға алып келіп аламыз деп әкелмей кететін, ақшаны бермей кететіндер болады. Ал енді осы көлікті алу барысында у нас построилась прям такая вот четкая линия, өзіміздің бір каналымыз алатын. Енді сіздерге осына комфортқа жетуге үлесім тисе қуаныштымын, жазсаңыздар болады. Бұл өмірді өз сөзіме лайықты сүрбала. Маны орнынан тез қозғалуды армандасам да, мысалға мен бірақ спорт режимге өткен кезде прям трассаға жатып тұрып, пневмасы түсіп, және обзорға кедергі келтірмес үшін бұлай алдыңғы панельдің да төмен түсетін, мысалға мен мүлдем тіпті оны
армандаған да жоқпын, бірақ мінекей осындай функция бар. Төмен түседі, жоғары шығады. И керемет. Ал мынау қосымша тағы да мына функцияларды. Оны да білген де жоқпын, ондай бар екен, иә. Мына жерде екі экран тұр, екеуі бір-бірінен невозависимо жұмыс жасайды, айттым ғой, иә. Мына жақтан мысалға навигаторды қойып кетіп бара жатсаң, мына жақтан спокойно кинопоисктан киноны көре бересің ашып. Одан кейін барып, мына екі панельді былай ауыстырып жіберуге де бар екен. Бір саусақтардың движениесі бар, еще не освоила, короче, бүйтіп жіберсең, мына жақ мына жаққа, ана жақ мына жаққа ауысады. Сондай да функциясы бар екен. Ал мынау қыздар, мынау бір жер келген кезде осыны бассаң, өзі самостоятельно парковка жасайды. Вот. Өстіп қойсаң осылай тұрады. Айтылмаған қандай функция қалды, пока уже білмеймін. Әлі өзімде толық игерім деп айта алмаймын, әлі мен білмейтін функциясы әлі көп шығар. Келе тағы да бір функцияларын біліп жатсам, құдай қаласа, сіздермен бөлісіп отыратын болам. Ең бастысы ниет қандай? Ниет, иә, сіздер де алла қаласа осындай функциялардың бар екенін, осындай көліктердің бар екенін, осындай кайфовать етуге болатын, осындай комфорттардан біліп, құдай қаласа, әрбір қазақ қызына осындай комфорт, Алланың осындай нығметі қолжетімді болсын, өзіне рұқсат бере алсын, Алланың осындай осы дүниеде берген игіліктерін рахаттанып, әрбір қыз бірінші кезекте өзінің ішінде өзін лайық көріп өзіне рұқсат берсін, иә, және Алла осындай жақсылықтарға, нығметтерге жететін жолды көркемдеп, жеңілдетіп, сіздердің ойлағандарыңыздан, сұрағандарыңыздан да дәл осылай артық қылып Алла тағала нәсіп ете берсін. Осы жасаған обзорға жақсылап тұрып, реакцияларыңызды атып, кім мағанда жұғысты болсыншы дейді, кім мағанда бұйырсыншы дейді, жақсылап тұрып дұғаларыңызды жазып, тіл көзден сақтасын деп, машалла, табаракалла деп, барлығы Алла тағала осындай мүліктерді бізге бағындырып бергеніне альхамдулилля. Және жақсылап тұрып реакцияларыңызды атып кетіңіздер, аямай, әйтпесем кешегідей жылап бәле болам. Рахмет сіздерге, тілектеріңізге, ниеттеріңізге, шынайы тілектестіктеріңізге, баршаңызға осындай бұдан асқан жақсылықтар нәсіп болсын. Енді мен ойлаймын, осындай көліктер енді тренд болады, көбейеді қазақтың қыздарында. И құдай қаласа өзімде, сіздерде осындай күшті машиналар болу үшін өзімде үлесімді қосып жіберемін. Қолымнан келгенше, шамам келгенше, сіздердің де осындай комфортта рахаттанып жүрулеріңізге Алланың қалауымен мен де себепкер болып, сауаптарыңызды алып, әр осы көліктің ішінде отырған кездегі рахаттанып, адам күшті мына состояние береді ғой, күшті да, көңіл күйіңді көтереді, состояние береді, бір шүкірлігің артады, Алланың осындай нығметтерін көрген кезде, сол состоянияларыңызға себепкер болуды Алла маған нәсіп етсін, жандарым. Сол. Мазасыз күйге ұшып сағынып сөйлесіп өзіңменен